Шалқар қаласындағы такси жүргізушілердің бірі Әбдіхан Иманов. Өзінің айтуынша зейнетке кетпей жұмысқа жетпей жүргендердің бірі. Ол қала ішіндегі қатынас үшін 200 теңге алады. Ол жерден тапқан нәпақасынан нанын тауып жүр. Бірақ жөні түзу жол болмаған соң көлігі жиі сынып, жол азабын тартып жүргендердің қатарында. Біздің ауданда машина жол жоқ. Көлік жол негізі. Оны оңдап атқан пенде жоқ. 20 жыл қойылып қалады. Көкала көкшаң, дым көрінбейді. Су шашылмайды. Я кешкісіне азанда. Сонымен жүріп атқан жай бар. Машина күнбе-күн бұзылады мінекей. Осылардың бәрі жүргізуші міне машинасын оңдап шаққа келіп тұр міне. Май болды. Шалқар тұрғындарының арасында жөні түзу жол жоқ дейтін тек бұл азамат емес. Жол туралы сөз болған кезде барлық такси жүргізушілері жылап қоя береді. Келесі жыл қазат, бірінші биыл мысалы шамалы ремонттай жамап. Келесі жыл сол жерді қазат. Балдарымды сабаққа апарам, тренировкаға апарам. Вот сол кезде итшілікпен шығады жаңағы жолдан. Жолды жүріп атқан адам көреді өзі. Қандай екен? Жол енді қайдан білемін, жол деп айта алмаймын. Осылай деген такси жүргізушілері Шалқар қаласындағы жолды көрсету үшін тегін қызмет көрсетуге де дайын болды. Қазір дайын көшелер бар, мысалға баяғы Союздан қалған шебен күте сөгілді, мысалға ақша жейтін болсаң, шебін жеп қойып, бетіне асфальт салсаң, мынау болып шығады. Резмат Бекент дегенде. Оларды істеп атқан жоқ. Мынау міне мынандай мінекей. Бүгін ана поселок Жангелді дейді, сонымен қатынайтын жол мынау. Шалқар аудандық тұрғын үй шаруашылығының басшысы жолдың жайы жанды жер екенін жеткізіп, тақырыпты ашып, көсіліп, тіпті ашынып айтты. Биыл ештеңе жоқ. Дым жоқ. Ақша жоқ па? Ақша жоқ. Жол жөнделмейді. Жөнделмейді жоқ. Енді мына келесі мынау әйтеке би ғой. Есет Батыр кешелік келесі көше ғой. Соны жылдың басында берді ғой сол көшеге ақшаны. Есет Батырға сосын арғы беттегі Шеңберталға қайтадан алып кетті ол ақшаны. Республиканский бюджет қой. Қалай сонда ақшаны беріп қайтадан алып кетті ме? Иә. Жоқ ақша жоқ, қысқасы жоқ десейші басында ұртпа. Биылға ақша жоқ болды. Шалқар қаласында 104 шақырымды құрайтын 160 көше бар. Оның 29-ына асфальт жабындысы төселген. Олардың өзіне тас жол кеңес кезінде салынған. 2003 жылы 6 көшеге 150 миллионға, 2014 жылы 180 миллионға жөндеу жұмыстары жасалынған. Бұл ақша тек ойылған шұңқырларды жамауға ғана жеткен. Аудандық әкімдік қызметкерлеріне қаржы тимей отыр. Тиген күн-ақ былғауға дайын. Ақша бөлінген жағдайда мұрын шашатып істейміз бәрін дейміз. Деген басшының өзі де ойы да шашырап отыр. Шалқардың жайында екі қолын көтеріп түсіндірді. Шалқар чеки-чеки ғой. Шалқар қаласына арнайы барған сапарымызда жолдың жайын сұрай барған бізге әкімдік қызметкерлерінің айтқаны осы болды. Әңгіме бұзау таяқ. Ардақ Ерубаева, Бағдат Баймурзин, 4-ші студия.